Басталды ма не? Иә, басталып кетті. Қош келдіңіз ал. Қалай жақсы? Шығып ба? Сәлем бір. Қалай күшті, өзің қалайсың? Сен дәуренді айта берейін ба? Иә, айта бер. Дәурен қалайсың, денсаулық қалай? Аман, өзің қалайсың? Шүкір, жайлап. Шыңғыс туралы бұл қысқаша бір ақпарат айтып өтсең. 1988 жылы майдың 26 күні Атырау қаласы Жұмыскерде деген жер бар ғой, дерзкий, жұмыскерский деген жерді білесің ба? Сол жерде тудым. Сосын ана қақпаның астынан бүйтіп өтіп кете беріп, қаңып кете беретін балдар болады ғой. Сен шығып кете бердің. Өнер, яғни КВН жолына қалай келдің? Қазір енді КТК. Колледж қабырғасынан басталды. Колледжге Атырау бизнес және құқық колледжіне түстік. Содан КВН дейтін сол кезден бастап түсіне бастады. Оған дейін ана Нұрлан Қоянбаев, Казахи, Қызық радио дейтіндер болып жүрді, сонымен өстік. Ты уже отсталая! Ой, отсталая язык. Кто отсталая? Я что отсталая? Ну? Я, между прочим, нормальная, как телевизордан болып жатсақ, сабақтан қашып кетеміз. Сабақтан қашып кетіп, именно сол болатын күндер сабақ бармаймыз. Кәсітке жазып аламыз. Чуйте дейді орыстарда, біз түйткө дейді қазақша. Түйткө, сол түйткіні үйрене бастадық. Әзілді кіргізудің түйткісі. Кухнясы? Түйткө, мысалы, не айтсам кіріп кетеді екен деген сияқты. Сөйтіп, чуйте. Тетя деп қой. Жақсы, бұрын сен Жайдарманда ойнадың? Бұрын Жайдарманда ойнадым. Сол кезде Жерұйық деген команда ойнадың. Қазір де Жерұйықтасың. Бірақ ол кезде ойнағанда сен қатты байқалмайтын едің. Ассалаумағалейкум, Астана! Осы КТА-да өзін жақсы көрсеттің. Оған не себеп болды? Оған не себеп болғанда енді бір басқа волна ғой. Жайдарман басқа волна, КТА басқа волна. Мысалы, Жайдарманның волнасында андай болды да, кішкене редактордың тарапынан мысалы қандай. Ішінде ойлаған осылай өзім өтеді-ау деген әзілдерімді ойнаған келді, соны редакторда көрсетесің. Бірақ сенбейді. Редакторға сенбейді. Жоқ, мынау мен кіре алмай қалады-ау деген сияқты. А мына КТА-ның редакторасында сенетін адамдар бар да. Ашыласың. Тұрсынбектің өзі сенеді. Общий, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Қолға су құятын баламын ғой мен. Я бәрі. Ана шеттен құдадан бастап қоя бер. Ар жақтан болса, ар жақтан. Мына. Нағыл деп отырсыздар конкретный. Балаң. Ойланбайсыңдар ма? Аға нағыл деп отырсың, қолыңды былай мақайт дейді ма? Бұрын Жайдарманда өзіміз квартира жалдаймыз, өзіміз пойызға билет аласың, өзің барасың, еще құттай бір 10 минут кешіп қалсаң, айқайлап, содан кейін ренжисің ғой, өз ақшаңа келгесін, андай алыстан келген сен көп бар. А мында КТА-да сен өзің тұрсың гостиница өзінен, сосын барлық өзінен, тамақ өзінен, еще редактор қазір комнатаңа келеміз дегенде, енді ол жерде кетіп қалсаң ұят қой енді. Сол жерде уже кішкене неге қарайсың? Өзіңнің неңе денсаулығыңа десең. Сөз сондай. Түсіндім, аха. Күнделікті өміріңмен сахнадағы өміріңде байланыс бар ма? Типа өмірде де сахнада бір дейсің ба? Бірдей. Мысалы сахнада мысалға бір типажы ойнап қаласың да, сосын өмірде басқаша сөйлеп қаласың да, сосын ана телевизордан көрген адам, сен мынандай екенсің ғой дейді да. Сол енді не мынандай екеніміз білмей қаласың, сосын сен айт онда менің қандай екенім дейсің ғой ана адамға. Сен кім боласың? Абай, мен серьезный. Ойбай. Аналар сияқтанда хатшы, анау сразу айтады, серьезный, анау емес. Ойбай, кім сонда? Мен динозавр болғым келеді, Абай. Құрс. Ей! Сен мектепте тентек болдың ба? Мектепте тентек болдық. Страшно. Мен жұмыскерде оқыдым ғой. Атырау қаласы жұмыскерде оқыдым. Жұмыскер кәдімгі андай класс болып бөліп төсейсің андай. Беттен соғу жоқ деген прикол бар. Қалған денең бәріне соғасың. Қолың ауырады, бүкіл денең сынып. Сендерде Жерұйықтың командасында мектеп туралы ойындар көп болып жүр да, шуткілер. Сол өмірден алынған ба, енді өздерің жаздыңдар ма? Жалпы мектеп дейтін шутка не ғой? Бүкіл барлық КВН командалар ойнап жатқанда ести біліп қалған шутка идея ғой. Маршрут деген сияқты. Жоқ па мені? Көріп тұрған жоқ, баса бер. Сен қалай көріптісің? Жанынан тұрым ғой мен. Не арбаң кетіп тұрсың? Сенің кесіріңнен көріп қалды. Мынандай жардай денемен қалай ғой, отыр. Қайдан келетсің сен? Кешігіп? Даладан келдім. Даладан кеткенде бір жерден келуің керек қой, сен қайда кетсің? Бір жерден келдім онда.
бір жердің аты бар ма? Сұрақ білейін, бір жер атын қалай? Берген. Отыр. А? Не алдайсың? Камера сөйлемейсің. Жоғалсыма. Сағыныш сезім мектепте бітіріп кеткеннен кейін сағынады мектептеріне, ыстық сол мектеп туралы ойнайықшы. Бірақ енді на самом деле біздің ойнаған мектеп ол перебор, ондай болған жоқ қой. Альхамдулилля. Шүкір жіберді камера. Камера дейтін, умный камера екен. КВН-нан бөлек басқа немен айналысасың? Өмірде немен айналысасың дегенде, қазір ремонт жасаватырмын, данный момент үйде ремонт жасаватырмын. Өмірде болса, постоянно ремонт, қазақтікі сол ғой, жаз болса, үйде бір үйленейін деп жатса, бір күйеуге шығайын деп жатса, ремонт жасайды, сол ремонт бізде міне. Мысалы, проводымен бірге болса ремонт атпаймыз. Жалпы вообще өзің негізі жұмыстасың ба? Жалпы жұмыста мен жастармен жұмыс жасаймын. Жастармен жұмыс жасағанда жастар ресурс орталығында маман болып істеймін. Андай Атыраудың мақсаты сол стереотипін жою ғой. Атырауда андай стереотип қалыптасып қалған. Ана бағадай, қаз, құмаш дейтіндер көп дәл. Андай бір-бірін анау ғой, ана қала, мынау қала деп көре алмауды қою керек, бәрі бір орта болса. Бір орта болса, бүйтіп не істеп кетейік. Бірақ мен ремонт жасай берейін дейші. По идее ремонт негізі жұмыс. Жақсы, Атырауға келгенде сендерді жұлдыз деп санай ма? Фотоға түсейік деп сұрайды ма? Көне фотоға түсейік деп отыр. Кәдімгідей ауылдан аренбаға жұмысқа сияқты және шықты ғой, сол сияқты өзіміз таңғалып қаламыз. Мә, давай түсейік деп өзіміз ұялып тұрамыз андай. Давай деп андай ғой. Сондай стереотип қалыптасып қалған андай. Звезда не дейтін ойда жоқ ондай. Шыныбек дегенің бір, яғни Шакензо. Шакензо. Ол қазір өзі бөлек, өзіне бөлек тұлға. Қазір ол өзінің несі бар, көрермендері бар. Ол да қазір топ құр болыпты. Оған қалай қарайсың? 8-ші жастан бастап Малай академияда оқыды, кіші өнер академиясында. Содан бітіріп Астанаға Қазақ ұлттық өнер университетіне Айман Мұсақаджаеваның, Бауыржан Ибрагимовтың бағанағыдай актерский. Актерскийдің екіге бөледі, драма, сосын комедияға бөлінеді, сол комедияны таңдап соған түсті де, сол қазір таңда сол комедияны өзін пародия жанрын оқып, сол жанрда дамытып, өзінің жолын тапты. Сол жөнмен не істеп отыр. Біздің командада да ол, біздің командада бірақ былай қарағанда өз алдына личность бір бөлек тұлға. Маусым ашарымына өткегені командалар келді бүгін мойнауға әрі санаға Ол команда не Шакензо қайда деп бір жарыстарға бармай қалады ғой, Шоқан. Шоқан дейміз үйде оны, брачка ғой үйде. Өзі бөлек жарыстарға оны іздейді адамдар. Мен Шакензоны көруге келіп едім деп. Онда Шакензо жоқ, бір кете беріңіз дейміз біз. Бір тай бар дейміз. Сіздерде жанұяда мен білуімше үлкен ағаларыңыз тоже Жайдарман. Үлкен ағам Жаслан деген ағам, үлкен ағам военный, Ерлан деген ағам бар. Ол военный құтпай кезінде сол военныйды армандап, сол салада жұмыс жасап жатыр. Қазір подполковник званиясы. Ана Жаслан деген ағам Жигулиде ойнады. Сол кезінде аты шулы Жигули деген үлкен ағаларымыз болды. Ол команда өзімде ойнап үлгердім. Где комбинация? Где комбинация? Почему не защищайся? Почка у тебя открыта. Вот же наш. Сонда кама ойнады, сценарий жазды. Сосын сен Жайдарманшысың, сен інің де Жайдарманшы. Мен Жайдарманшымын. Папа, мама тоже Жайдарманшы. Папа, мама тоже қатысы бар ма? Жоқ, бақан не? Циркқа түштісің. Жақсы. Бақамағандай ғой, бүйткенде домның үстінен бүйтіп жіп керіп қояды, соның үстінен бүйтіп таяқпен бүйтіп жүреді ол. Сондай қатысқан. Ойнап айтамын. Ондай қатыспаған. Мамам педагог, психолог. Біз не істеп, не қойып жүргеніміз бәрін біліп тұрады. Папам мұнайшы бітіргені. Сол мен де сол мамамның жолын қоймай, папамның жолын қоймай, менің колледжде оқығаным мұнайшы, одан высший оқығаным мұғалім. Екеуіңе де не істеп алдым. Маған ғана емес, бақан ғана емес. Екеуің де мамандығын оқимын деп сөйтіп оқып алдым ғой. Негізі сахнада жүргендер, байқасаң. Сахнада жүреді де қазір асабалыққа қарай кетіп қалады. Той басқарады. Сен өзіңді сол жақтан көресің бе? Ондай жоспарың бар ма сенің? Жоқ. Ол басқаратын болса мен өзіммен. Қазақша КВН-нің кезінен бастап ойнаймыз ғой біздер. Сол кезде ойнағанда ондай біз тамады болайық, ол кезде тамады болып кету КВН-шіктің оғымда жоқ. Кейіннен келе шықты ғой. Мен КВН-нен тамады болып кету болады екен ғой деген. Сен өзіңді асаба ретінде көрмейсің ба? Асаба ретінде көрмеймін. Біз былай корпоратив, КВН ойнаймыз, а бірақ
Енді аудиторияға келетін болсақ, Жирейқтің Атырауда жүргенде өзінің аудиториясы бар. Аудиториясы бар. Астанаға барғанда аудитория тез жиналды ма, қалай болды ол процесс? Ол процесс өте тез жиналды. Себебі біз деген енді 2013-те Жайдарман ойнап келдік те, одан кейін ойнамай қалды да, тіптен біздің былай қараған сол кезде қараған поколение дейді ғой. КВН қарады, ол поколение қазір жоқ қой. Сөйтіп 4 жыл араға 4 жыл салып 2007-де келіп тұрып, мысалы былай қарағанда, білмеймін енді ондай істеген команда болса, менің қатемді түзеп айтып жіберсін енді. Ол бәрі біз ондай істеп тастадық қой. Ты чё дейтіндер. Бірақ 4 жыл ойнамай қайтып КТА-ға келіп, мен жүрексініп түстік енді кәдімгідей. Финалға жетіп, финалда 3-ші орын алдық. Барлықтарыңызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Тек қана алға ертеңге бақытын берсін, істеріңе берекет берсін. Ел үшін, жер үшін істеген қызметтеріңе үлкен рахмет. Давайте. Сендер үшін оны суға түсеміз, біз кеттік. Қазіргі таңда акимат қайда қарап отыр деген сұраққа қалай жауап бересіз? Соны айтамын. Құрметті көрермендер, сол акимат қарап отыр дегенде не бар ма? Спичка бар ма? Аластап жүрген дедім мен бүйтіп. Болмайтын зат болады, бір құлақ қалады. Акимат қайда қарап отыр дейді да, сол прикол тығып жібереді ғой. Қазіргі таңда бір сөздер бар. Ол сұрақты көбіне қойып жүр. Ешкере деген сөз бар. Сол сөздерді қалай түсінесің сен? Ешкере деп айтып жүр ғой, бірақ ол Америкадан келген сөз. Америкада бір рэпер бар, шашын бері атын білмей тұрмын. Лил Помп. Сол айтқан ешкере деп, сосын біздің бержана қазақтан білмей қалады ғой деп. Ешкере деп кәдімгі айып жүр. Хайп дейтін, мысалы қазір Даны Мемет, енді хайптың ордасы бана Баян Есентаева өзінің кешу тобымен әртүрлі былай шығып, былай бана ешкере болды сол баяғы. Шығып бірдеме істеп жатыр да, бірақ қандай бір болмысы бөлек бір дүние істейік дейді де, артық қылам деп тыртық қылып жатындар болады да. Хейтер деген ана жыны келетіндер ғой да, мысалы адамда Eagles дейді де, ол білмеймін, сол баяғыда болған жоқ та, 91-ның кезінен басталып кетті ғой. Сол 91-ның өзіне жарасатын сияқты, солай істейтіндер, қалған әртістерге білмеймін, жараспайтын сияқты ғой да. Жанияң туралы бір-екі ауыз. Жанияң туралы айтатын болсам, мен 2013 жылы үйлендім, қазіргі таңда 3 балам бар, 2 үлкені бала, ұл бала, одан кейін қыз осы 2018 жылдың басында январда. Давай, бер қара Мансур. Слово, страсти! Давай. Ары қарай барыңдар. Әйелім аман есен жаны алып босанып, әйелім бар, Айдай сұлу, Мөлдір деген есімі. Әйелім. Әйелің ба? Әйелің әдемі екен, рахмет, тең мен тезе қалумен. Білесің ғой, таталғам жоғары мен. Әйелің фигурасы ат екен. Рахмет. Нөмірі бар ма? Жаниялы болмасаңдар, КамАЗ айдаңдар дейсің. Әйтеуір бірден естіңдер. Қолың ауырады ғой, қойсаңдаршы. Динозавр болу деген әңгіме болып та, сен динозавр болу әлі ойыңда бар ма? Динозавр болу, жоқ, динозавр прикол ғой сондай, әзіл. Өскене динозавр болу, гон ғой, гон, біздің стиліміз сол, гон дейді ғой. Сол динозавр болам деген өтіп кетті ғой. Болашақта енді оны динозавр болмайсың ғой. Басқа елдерде, басқа бағыттағы передачалар рекорд шығарып жатыр да, а бізде қайдағы жоқ қалаулым передачасын қарайды да бәрі мысалға. Былай қарағанда ондай передачалар басқа елдерде бар екен, бірақ рейтингі өте төмен екен, қаралым жоқ. Осылай керек примерно. Мен портапен тартам, еще алайындар. Шыңғыс, қазір таңда сенің өзіңнің көрермендерің бар. Жас талантты егерлер дейік, жас жайдарманшылар, немесе КТА-ның артынан жүретін жастар бар. Былайша айтқанда КВНщиктер дейміз ғой. Сол КВНщиктерға өзің айтар ұсынысың бар ма? Қандай тілек, лебізің бар? Эксперимент жасаудан қорықпау керек. Көбі андай айтады да, мысалы бір идея құрады да, қой, өтпей қалады, болмайды. Таста керек емес деп деді да, бірақ соны көру керек та. Жарайды, енді рахмет көп бізге осы өзіңнің сұхбатын бергеніңе. Кеттім мен. Біздің енді қалайсың бағдарламасының жайлап қалдырмайтын көрермендер бар. Соларға өзіңнің тілектеріңді айтып жіберсең. Қалайсың бағдарламасының қалмай қарайтын көрермендеріне
қалмай қарап банан арттарынан тағы да сетевой маркетинг қылса адамдар тартып топ кәдімгі бір жерге жиналып осы қалайсын передачаны дамытуға үлесін қосыңыздар. Растар, тек қана Атырау емес, Қазақстанның барлық қалалары бөлінбеңдер, бөлінгенде бөрі жейді деген бір қазақтың керім сөзі бар. Бәрін бір болыңдар, бір үйдің баласындай, бір қазақ болып, біріңді қазақ, бірің дос, болмасаң сөздің бәрі бос дейтін сөз бар ғой. Сол себепті бір жұмыл ондай мынаның астында бүйтіп жұмылайық бүйтіп біреу шығып кетпесін. Бәрің бір жұдырық болыңдар. Қойыңдар ондайды. Мынандай болыңдар. Болыңдар. Сонда бәрі күшті болады ағайындар. Кетпесін бе, кетпейсін бе? Ішіне бірдей бар жанында. Аңғар маңдай жерлерінде ма? Прикол екен камераң. Рахмет саған Шыңғыс. От души кетіп тұрмдар, үй осы. Үйде әйелім кетіп қалып еді, демалуға деп әңгіме береді.